Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз қазақ тілінен 99-шы сабақты өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтары шығып отыратын болады. Сондықтан міндетті түрде подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін біз нәтиже сабақ өтетін боламыз. Мен не үйрендім? Бірінші жаттығу: мәтінді мұқият тыңда дейді. Абай Қарқаралыдан қайтып келген соң күні-түні кітап оқыды. Оқыған кітаптарынан көп асыл бұйымдар тапты. Абай тарихи кітаптар мен шығыстың дастан хикаяларын бас алмай оқиды. Кешкі шайдан соң Абай кейбір оқып шыққан кітаптарын үй ішіне әңгімелеп береді. Зере әжесі Абайдың кітапқа ықыласын байқап: «Қарағым, осының ақыл, осы ала қағазыңнан айырылма, басқа балаларға ұқсама» дейді. Абай әжесінің сөзіне риза болып, күн сайын бір тамаша әңгіме айтатын болды. Мұхтар Әуезовтен. Енді балалар, бізде астында сұрақ бар екен, сол сұраққа жауап берейік. Мәтіннен мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле, олардың мағынасын сөздіктен оқып ал дейді. Яғни балалар, бұл жерде мағынасы түсініксіз бізге сөздер берілген, сол сөздерді бар болса жазып, олардың мағынасын жазып қойайық. Яғни бірінші бізде бұйымдар, яғни ол бізде мүлік, жиһаз, дүние, зат дегенді білдіреді. Ал бірақ бұл жерде бізде ақыл, білім деген сөзді білдіреді екен балалар. Келесі дастан. Ол бізде ұзақ әңгіме, тарихи әшежіре дегенді білдіреді екен. Хикая: бастан кешкен жағдай, болған іс немесе оқиға. Бас алмау: еш нәрсеге алаңдамау, еш нәрсеге назар аудармау деген сөз екен. Келесі бізде балалар екінші жаттығу: мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Қай сөйлем мәтін тақырыбы мен негізгі ойға сәйкес келеді, сол сөйлемді жаз дейді. Енді бұл жерде балалар, мәтіннің негізгі ойы ол кітапта болып тұр, яғни кітаптың қандай білімі бар екен, яғни кітапта қандай қазына жатқандығы туралы айтылған. Енді бұл жерде балалар қандай сөйлем сәйкес келеді деп тұр, сол сөйлемді жаз дейді. Бұл жерде балалар, кітап білім бұлағы деген бізде мақал бар, сол мақал сәйкес келеді екен балалар. Келесі бізде үшінші жаттығу: мәтіннен етістіктерді теріп жаз. Оларды негізгі және туынды, болымды және болымсыз етістіктерге ажырат дейді. Бұл жерде балалар, бірінші негізгі етістіктер: оқыды, тапты, оқиды, береді, дейді, айтатын деген негізгі етістіктер бар екен. Туынды етістіктерден әңгімелеп, айырылма, ұқсама деген сияқты туынды етістіктер бар екен. Ал болымсыз етістіктерден бізде айырылма, ұқсама деген болымсыз етістіктер бар екен балалар. Келесі төртінші жаттығу: қарамен жазылған сөздердің сын есім екенін дәлелде дейді. Яғни балалар, бұл жерде асыл, тарихи, ала, тамаша деген қарамен жазылған сөздер бар. Бұл сөздер бізде сын есімдер, себебі қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Яғни асыл қандай, тарихи қандай, ала қандай, яғни ала қағаз деп беріліп тұр, яғни солай тіркес беріліп тұр. Ала деген қандай, тамаша қандай деген өстіп сұрақтарға, сын есімнің сұрақтарына жауап береді екен. Келесі бесінші жаттығу: мәтін мазмұны бойынша ақпараттың дұрыс бұрыстығын анықта дейді. Яғни балалар, мына жерде бізде 6 ақпарат берілген. Сол ақпараттың ішінде қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін бізге бөліп белгілеп жазуымыз керекпіз. Бірінші бізде балалар дұрыс ақпараттар. Яғни біріншісі, Абай күні-түні кітап оқыды. Екіншісі, ол үй ішіне әңгімелеп берді. Үшіншісі, ол бізде бесінші тұрған ақпарат екен, Абай әжесінің сөзіне риза болды. Төртіншісі, алтыншы тұрған ақпарат, ол күн сайын бір әңгіме айтатын болды. Ал бұл жерде балалар, бұрыс ақпараттар өздерің байқағандарыңдай үшінші және төртінші ақпараттар екен. Яғни үшінші, Зере әжесі Абайдың кітап оқуға деген ынтасын байқамады. Төртінші, ол басқа балаларға ұқсап өс деді. Осындай балалар
дұрыс және бұрыс ақпараттарға бөліп дәптерімізге жазып аламыз. Келесі бізде балалар 6-шы жаттығу. Суреттерге қара, суреттердің мазмұнына сәйкес келетін сөйлемдерді төмендегі мәтіннен таңда дейді. Яғни балалар бізде астында 2 сурет беріліп тұр. Сол суреттер астындағы мәтіннің қайсысына сәйкес келеді, соған сәйкестендіріп жазуымыз керекпіз. Яғни бірінші суретке қай мәтін сәйкес келеді, екінші суретке қай мәтін сәйкес келеді. Оны қазір жазатын боламыз. Одан кейін мәтінді ретімен көшіріп жаз. Сын есімдердің астын сыз дейді. Енді бұл жерде балалар бірінші суретке бізге оқушылар демалыс үйіне келді. Демалыс үйі қалың қарағайдың арасына орналасыпты. Жанында үлкен көлі бар деген мәтін сәйкес келеді екен. Ал екінші суретке бізде көлдің жағасында кішкене қайықтар тұр. Балалар қайыққа мініп, серуендеп жүр. Осы бізде балалар екінші суретке сәйкес келеді екен. Осылай балалар дәптерімізге жазып аламыз. Яғни бізге мәтінді ретімен көшір деп тұр. Одан кейін сын есімдердің астын сыз дейді. Бұл жерде балалар сын есімдер қалың, одан кейін үлкен, кішкене деген сын есімдер бар екен. Олар бізде қандай? Яғни қалың, қандай, үлкен, қандай, кішкене, қандай, үшеуі де қандай деген сұраққа жауап беріп тұр екен балалар. Осымен балалар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.